Саламатсыздар ма, әріптестер? Мына 90 соңы да жақындап келіп жатыр. Яғни 90 соңында әрбір сынып жетекші сынып үлгерімін шығарып алады. Енді біздер сол іс-әрекетті қалай жүргіземіз? Есептер бөліміне кірсеңіздер, үлгерім деген тұрады. Яғни үлгерім сыныптар бойынша қарастырасыздар. Сыныптар бойынша қарастырғаннан кейін сіздерде өзіңіз қалаған мына жердегі сыныпты, яғни өзіңіздің сыныбыңызды ашып көре аласыз. Яғни сыныбыңызды басасыз, мысалы екінші А сыныбы дейік. Екінші А сыныбын ашқаннан кейін осы жерде біздер бірінші 90 бойынша қорытынды жұмыс алуымыз керек. Яғни рейтинг, оқушылардың білім деңгейінің рейтингін, яғни кім үздік, яғни бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. Сол үлгерімді біздер алуымыз қажет. Енді алу жүйесін мен қазір көрсетейін. Есепті құрастыру. Мына есепті құрастыру үшін қажетті параметрді таңдап, есепті құрастыру батырмасын басыңыз деген кезде есепті құрастыруды басасыздар. Екінші А сынып, бірінші 90. Үлгерім сапасы осы жерде, мына жерге қорытынды бағалар қойылғаннан кейін барып шығады. Қарасаңыздар, әдебиетті оқыту, дүниетану, жаратылыстану, қазақ тілі, математика, орыс тілі, тіл дамыту, шет тілдері. Мысалы, осы жерде егер де вариативтер болатын болса, немесе 90-дығына, жарты жылдықта қорытылатын пәндер болатын болса, олар журналда жарты жылдық параметрге өткізу қажет. Әйтпесе, мына жердегі рейтинг шықпайды. Мен сіздерге айтқым келіп жатқаны, мына дүниетану сабағы болатын болса, дүниетану сабағы 4-і 11-і, яғни 18-і, яғни аптасына бір-ақ рет болатыны көрініп тұр. Бұл сабақтар бұл 90-да қорытылмайды. Яғни бұл жарты жылдықта қорытылады. Яғни мына жерде көрсетіліп тұрғандай дүниетану бағалау дейді. 90-да немесе жарты жылдықта дейді. Яғни біз бұны жарты жылдыққа өткізуіміз қажет. Сонда жарты жылдыққа өткізетін болсақ, мына жерде автомат түрде БЖБ ғана мәні шығып қалады екен. Яғни 90-да тұратын болатын болса, 90-да қойдым, 90-да болатын болса, онда біздері 90-дық мына жерде БЖБ алу, ТЖБ алу, осы 90-да қорыту нәтижесін шығару мүмкіндігін көрсетеді екен. Енді қараңыздар, осы жерде есептер бөліміне өтіп, мен қазір дүниетануды жарты жылдыққа қойдым. Мына жердегі дүниетану, сіздерде көріп тұрған дүниетану, яғни бұл жерде есептік жүйеде көрсетілмейді екен. Көрдіңіздер ме? Әдебиетті оқыту, жаратылыстану, дүниетану жоқ. Яғни осы 90-да, бірінші 90-да ол дүниетану көрсетілмейді екен. Екінші 90-да ғана көрсетіледі екен. Яғни екінші 90-да сіздер қорытынды жаңағыдай жарты жылдық бағасын қоясыздар. Сондықтан ол екінші 90-да көрінеді. Әр пән мұғалім осы нәрсені ескерсеңіздер, мына жарты жылдыққа, яғни 90-на бір-ақ рет болатын пәндер 90-да қалып қоймау керек. Жарты жылдыққа өткізілу керек. Енді қазір жаратылыстануды ашып қарап көрейін мына жерде. Жаратылыстануда 7-сі, 14-і, 21 екен. Енді бұл да аптасына бір рет өтіледі деген сөз. Яғни бұны да мен жарты жылдыққа нестеуім керек? Өткізуім керек. Жарты жылдыққа өткіздім. Енді қазір мына жерде жаратылыстану деп тұр. Есепті қайта құрастыру деймін. Есепті қайта құрастыру кезінде мына жерде осы бірінші 90-да ғана қорытылатын пәндер қалады. Яғни әдебиет, қазақ тілі, математика, орыс тілі, шет тілі деген сияқты аптасына 2 рет болатын пәндер, яғни осы 90-да қорытылатын, бірінші 90-да қорытылатын пәндер ғана қалу қажет. Сонда ғана мына жерде орта балл шығады, рейтинг шығады. Түсінікті ғой? Осыны ескеріп жасасаңыздар.